Қағазға осындай оюды сызып аламыз. Ғаламтордан дайын шаблонды алсаңыздар болады. Мен өзім сызамын. Осындай оюды органзаның бетіне үтіктің буымен кетіп қалатын қаламсаппен сызып аламыз. Қызыл түсті матаға көрінсін деп ақ түсті қаламсапты таңдадым. Үтіктің буымен бұл кетіп қалады және кестелегенде көрінеді, өте ыңғайлы. Мына астындағы көмекші құрал басқа кергіштің астында тұрған. Мен осыны пайдаланып отырмын. Бұл кергішке қатысы жоқ. Осындай көмекші құрал өзіме ойлап тауып алдым. Өте ыңғайлы. Қазір кестелеп көреміз. Крючоктың инесінің номері 75 номер. Анықтап қарап алыңыздар. Осы видеоға қарап инені ауыстырғанда түсінікті болу үшін көрсетіп тұрмын. Мен оюдың бір жағын кестелеп алдым инемен, крючокпен, екінші жағын бірге кестелейтін боламыз. Сабақты түсінікті қылып түсірдім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Жіпті сол қолымызға ұстап тұрып, кергіштің астынан осылай сұқса-ұқсаққа іліп алып, кергіштің астынан, матаның астынан осындай 10 сантиметр көлемде жіп қалдырып, сұқса-ұқсаққа іліп алып, кестелейтін жерге осылай ұстап тұрып, оң қолымызбен крючокты алып, кестелей бастаймыз. Крючокқа мән беріп қараймыз. Осылай іліп алып, қармақ құсатып, крючокқа қарай сәл басып тұрып, суырып аламыз. Сонда жіп шығады. Енді соның тігістің үстінен қайтадан кіргізіп, екі қабаттап жіпті суырып аламыз. Енді осылай екі қабат күйінде жіпті төмен қарай сызықтың, жолақтың бойымен кестелейтін боламыз. Осылай міне. Шығардық. Енді екі қабаттап кестелейтін боламыз. Бұл закрепканың түрі. Мен сіздерге ең оңай түрін көрсетіп тұрмын закрепкамен. Осылай екі қабаттап, біраз жер екі қабаттап кестелейміз. Осылайынан асықпай, қолдарыңыз үйреніп алады. Қолды ақырындап осылай үйретеміз. Осы жерден астыңғы жіпті, жаңа 10 сантиметр қалдырып қойған жіпімізді астына тастаймыз дағыны. Енді бір жіппен кестелеп бастаймыз. Ал закрепкаға қалған жіп ешқайда қашпайды. Оның артығын кесіп тастасақ болады. Сәл түбінен тақап емес, кішкене бір 5 мм қалдырып, қайшымен закрепканы жібін кесіп алып тастаймыз.
мына крючоктың мына винті бұрайтын матаға қадаған кезде инені көңіл аударыңыздар. Былай тігінен былай қадаймыз матаға. Тігінен қадаймыз. Сосын мына астынан иненің ілгегіне инені ілген кезде іліп алып, төмен қарайды, сонда винті төмен қарап тұрады. Содан винтті басып тұрып, жоғары қарай сәл басып тұрып, тартқан кезде жіп былай шығады. Мен енді бұл сабақты қарапайым тілде, жалпақ тілмен түсіндіріп отырмын. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Қазір тіккен кезде түсіндіретін боламын. Мынау жіп. Осылай шарқ өтсеңіздер, ешқайда бұл жіп қашпайды. Мына винт. Мына винт жоғары қарап тұрады. Матаға қадаған кезде. Міне. Осылай жоғары қарап тұрады. Енді осылай қадаймыздағыны ілгегіне иненің жіпті іліп алып, винт төмен қарай бұраймыз. Міне крючокты. Винт енді төмен қарады ғой. Енді жоғары қарай міне былай басып тұрып инені осылай суырып аламыз. Міне осылай. Ой, мен мына жіпті ұмытып кетіппін ғой. Міне шықты ғой, осы жіпті жібермей тұрып, жібермейміз, инеде тұрады. Қадаймыз. Міне қадаймыз. Винт бұл жерден төмен қарап тұр. Осылай іліп аламыз. Винтті бұраймыз. Винт жоғары қарау керек. Енді басып тұрып, инені бүйтіп суырып аламыз да, астыңғы жіпті қолымызбен өстіп тартамыз. Қайтадан міне винт төмен қарап тұр. Осылай қадаймыз. Қадаймыз да инеге іліп аламыз. Винт жоғары қарайды. Енді басып тұрып, инені сәл басып тұрып суырамыз. Сол кезде міне шықты. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Бұндай сабақтарды сіздер ақша төлеп оқисыздар. Егер де түсінікті болса, осылай да видео қарап, үйде үйренсе болады. Инені былай ілініп тұр. Ілгекте жіп. Мұны жібермейміз. Инеде тұрады. Осылай қадаймыз. Сонда қадаған кезде мына винт төмен қарап тұр. Міне төмен қарап тұр ғой. Осылай қадаймыз. Сіздерге көрінсін деп түсіріп тұрмын. Астынан міне жіп ілінді. Енді мұны ұстап тұрып, астынан мына винт енді жоғары қарайды. Сосын кейін сәл басып тұрып, инені тартып қаламыз. Астынан жіп тартамыз. Қайтадан қайталаймыз. Іліп алдық. Винт айналып, міне былай айналып тұрады. Суырып алдық. Астындағы жіп тарттық. Қададық. Іліп алдық жіпті. Винтті жоғары қараттық тағыны. Суырып алдық. Міне. Бұлай. Бұлай. Осы қарапайым әдісті үйреніп алсаңыздар, ары қарай пайеткамен, бисермен кестелеген кезде оңай болады. Мен бұл қарапайым түрін көрсетіп тұрмын. Бастапқы сабағы. Винт жоғары қарады. Мына крючок былай айналып тұрады. Былай, былай. 180 градусқа қададық. Міне. Былай көрсетейін. Қададық. Астынан ілгекке іліп алдық.
инеге бұрадық, суырып алдық, астынан жіпті тарттық, қайтадан қайталаймыз, іліп алдық, астындағы жіпті осылай қолмен жібермей тұрамыз, үстінде жіпті инеден қашып кетпеу керек, инеде ілініп тұру керек. Бұлай іліп алдық, бұрадық, суырып алдық та тарттық. Міне. Сіздерде түсінікті деген ойдамын. Түсінікті түсіндіріп отырмын деп ойлаймын енді. Өзім осылай үйрендім. Сіздерде осылай үйреніп алсаңыздар болады. Енді пайеткамен, бисермен қалай кестелеу керек екенін көрсетемін. Сіздерге пайдалы видео болды деп ойлаймын, достар. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеле отырыңыздар.